Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енеңдірайын кен қылдық шілдірлеген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан, бұтадан қорыққан. Көз көргенде әке, үке десіп шығып кетсе қызым боқтасқан. Сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші, түкке ыңғай келмейді. Солдат ноғай, қашқан ноғай, башальшек ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сазыр бас орыс деп. Орыс ойына келген қылады деген. Не айтса, соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Ей, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ана тұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екеміз деп, әлгі айтылмас сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімен өзі әуре болып, бірмен бірі ешбір шаһари жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда, қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің кемін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да ұштайды, кедейлікке де ұштайды, қазаққа да ұштайды. Молда, медресе сақтап, дін күтуге де ұштайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат, әсем де соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәннің шақшаяғын білән пышартарға қойған идан түгіл, шықса сыққасақ деп үйден қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөз де жоқ. Біз құлы, көңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?